Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін шелпек нанның рецептін ұсынатын боламын. Рецепт өте қарапайым. Мен алдыңғы рецептіме қарағанда сәл өзгешелеу. Осы рецепт ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Толық ингредиенттерін описанияға жазамын. Мен қолдың сүтін пайдаландым. Жылы қалпында ыдысыма құямын. Үстіне пищевая сода және тұз саламын, сұйық май. Сосын қант қосып, жақсылап араластырамыз. Пищевая сода мен тұзды шай қасықтың жартысымен ғана салдым. Немесе миксермен айналдырсаңыздар болады, араластырсаңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болсақ, үстінен дайындап қойған ұнымызды саламыз. Оның жобамен 600-700 грамдай кетті. Енді қамырдың жұмсақтығына, қалыңдығына қарайсыздар. Нақты қанша грамм кетеді деп айтпай ақ қояйын. Мен көзбен салдым. Шамалдан салып осылай араластырып отырдым. Қамыр өте жұмсақ болып үйленуі тиіс. Осылай араластырып отырдым. Шамалы қосып тағы да. Қамыр дайын болғанша осылай араластырып қамыр дайындаймыз. Жақсылап осы жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымызды басып жатырмын жақсылап. Қамыр өте жұмсақ болып шығып жатыр менде. Қамырды әбден басып. Міне мен қамырым дайын болды. Видеодан байқасаңыздар өте жұмсақ болып жайылып жатыр. Енді тағы бір басып алайын жақсылап. Енді бұл қамырды 7 бөлікке бөлеміз. Яғни мен 7 нан дайындап жатырмын, сондықтан 7 бөлікке бөлеміз. Сегіз бөлік дайындап қойдым. Енді бір қамырды бөліп тастап жатырмын жан-жаққа. Әдемі қылып 7 шелпек дайындаймыз. Қамырымызды осылай жақсылап басып, видеодағыдай дайындаймыз. Осылай басып қойып. Енді осы қамырды бетін пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып, бір 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Нанның шамалы тұрсын. Ені қансын нанның. 15 минут уақытымыз өтті, ал енді нанымызды жайық. Алдына дайындап алып жатыр нанымды, байқасаңыздар. Жұмсақ болып тұр наным. Шамалы қосып осылай дайындап жатырмын. Нанымызды илейміз. Ал оған дейін пешіңізді қосып, табаныңызды қойып, сұйық майды қосып, құйып қыздыра беріңіздер. Ыстықта тез шелпек нанымызды пісіріп аламыз. Қатты қалыңға билемеймін, мен жұқаға билеген жақсы көремін. Күшті дәмді болып көтеріледі. Оны қосып осылай жаясыздар. Пешіміз қызып тұрса, тез пісіріп алайық. Ал бисмилlah.
шемпиньонам күшті көтеріліп жатыр. Видеодан байқасаңыздар. Мен қызарыңқыратып пісірген жақсы көремін, сондықтан қызарып пісіремін. Қызартып. Бисмилла. Ай, тамаша. Міне осындай күшті көтеріліп, шемпиньонымызды пісіріп аламыз. Тарелкаға салфеткамен қойып, майын шамалы алып алу керек. Міне шелпек дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жұмсақ. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазыңыздар және келесі жолы қандай тамақ пісірейін. Ас болсын.